Грузинский салат дайындаймыз. Бір болгар бұрышы баклажанды 200 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіреміз. Бір пияздың жартысын майдалап турап аламыз. Пияздарды табаға саламыз және бір чайный ложка аджика қажет болады және уксус. Қоспаны араластырып аламыз. Піскен тауық етін турап аламыз. Қызыл ашты бұрыштың жартысын турап салатқа саламыз. Греческий орехты пакеттің ішіне салып, оқтаумен езіп аламыз және салатқа салатын боламыз. Кинзаны тазалап жуып, оны да турап аласыздар да салатқа саламыз. Болгар бұрышы және баклажан дайын болды. Енді оның сыртын және ішін тазалап аламыз да турап салаттың ішіне салатын боламыз. Чеснокты салып, араластырып аламыз. Жарты чайный ложка қара бұрыш және зәйтүн майын құйып, салатты араластырып аламыз. Салатты тәрелкеге салып, бетіне анарды қоямыз. Грузия елінің дәмді әрі ерекше салатын сіздерде дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет болады. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.